Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жиындарды салыстыру, тең жиындар. Бүгінгі сабақта жиындарды салыстыруды үйренесің, қандай жиындардың тең жиындар деп аталатынын білетін боласың. Тапсырмаға қарайық. Екі жиынды салыстырғанда олардың қандай элементтерден тұратынын және элементтер санын ескеру қажет. Енді тапсырмаға қарайық. Тап және салыстыр. Берілген заттардан қандай жиындар құрауға болады? Жиындарды сипаттап айт және оларды өзара салыстыр. Енді қарайық, осы суреттегі заттардан қандай жиындар құрауға болады? Мысалы, бірінші сары түсті жиындар құрастыруға болады. Оған бақбақ гүлі, күннің көзі, алма жатады. Келесі, екінші қандай? Жемістер жиынын құрауға болады. Яғни оған көкөністер жиынын құрастыруға болады. Оған қызанақ және қияр жатады. Немесе үшінші бізде құрауға болатын жиын, ол дөңгелек жиындар құрауға болады, иә балалар? Оған доп, күннің көзі, бақбақ, қызанақ, алма жатады, иә? Не көрдіңіздер ме? Яғни әр түрліге байланысты, яғни олардың сипаттамасына байланысты әр түрлі жиындар құрауға болады. Келесі, сана және салыстыр. Жиындарды элементтер саны бойынша салыстыр. Кәнекей, бізде қағаздар берілген екен. Санайық, нешеу екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен балалар. Көрдіңіздер ғой, 7. Енді екінші жағын санайық, кәнекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ақ және біреу көк 8. Енді оқушылар қарайықшы, бұл жиындар бір-біріне тең бе екен? Жоқ, себебі біреуінде 7, біреуінде 8. Бірақ егер біз сіздермен көк парақты алып тастайтын болсақ сызып, онда олар қандай болады? Тең болады. Тең жиындар деп элементтері де, элементтерінің саны да бірдей жиынды айтамыз. Түсінікті ма? Енді қарайықшы, егер біз не жаңа алып тастасақ, бізде барлығы да ақ бірдей, яғни 7-ден, яғни тең жиындар болады екен. Келесі тапсырма, жиындар тең бе? Міне, қарасақ, бізде әр түрлі суреттер берілген. Енді жиындардың тең емес екендігін табайық. Бірінші суретке қарайық, машина, ит, қуыршақ, доп. Мұнда да дәл солай, машина, ит, қуыршақ, бірақ доптың орнында балапан суреті бар екен. Ендеше бұлар тең еместі не осылай балалар жүргіземіз. Түсінікті ме? Келесі, 2 таңқурай, 1 құлпынай, қарақат. Бұнда да дәл солай, құлпынай, 2 таңқурай, қарақат. Яғни бұлар тең жиындар. Келесі жиынға қарайық, гүл берілген екен. Сол жағында бізде неше гүл? 1, 2, 3, 4 гүл, оң жағында 5 гүл. Сонда бұл жиындар бізде тең емес жиындар. Келесі тапсырмаға қарайық, шығарып көр. Жиындарды қалай теңестіруге болады? Кәнекей, сол жақтағы суретке қарайық, шкаф, үстел, орындық, кресло. Оң жақтағы суретке қарайық. Үстел, орындық, шкаф. Енді бізге жиындарды теңестіру керек. Ол үшін қалай теңестіруге болады? Креслоны алып тастауға болады. Сонда біздегі жиындардың элементтері де, саны да қандай болады? Бірдей, яғни тең болады. Келесі тапсырма, орындап көр. Берілген жиынға тең болатын жиынды ата. Қараңыздар, А.
1, 3, 5, 7, 16. Яғни бұған келетін тең жиын бізде 3, 5, 7, 16 және 1. Яғни элементтері бірдей болу керек. Түсінікті ма? 3, 5, 7, 16, 1. Немесе 1, 3, 5, 7, 16. Яғни бұлар тең жиындар. Әге қарайық. А, Л, Д, М, К. Енді осыған тең жиынды құрастырайық. Оған Д, М, К, Л, А. Көрдіңіздер ме? Яғни бұлар тең жиындар. Енді төмендегіге қарайық. Берілген жиынға тең емес жиынды ата. А, ана, әке, ұл, қыз. Енді оған тең емес жиын ұл, қыз, әке. Мысалы, оған ананы ғана жазбай болады. Әсіне қарайық. Қыз, көктем, жаз, күз. Енді тең емес жиын оған көктем, қыз, жаз. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жиындар бізде тең емес. Келесі тапсырма қоңыздар. Тең және тең емес жиындарды тап. Яғни қарайық. Міне мына жерде бізде 3 қоңыз берілген екен. Сары, қызғылт сары және қызыл. Енді бірінші жиынмен олар бізде тең емес, балалар. Екінші жиынмен тең емес. Бұнда бізде 2 қызыл, 1 сары болып тұр. Үшінші жиынмен тексерейік кәнеке. Үшінші жиынмен бізде тең екен. Тең жиындар екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Дәптермен жұмыс. Жиындарды салыстыр. Олардың арасына тең немесе тең емес белгілерін қой. Кәнеке суреттерге қарайық. Не берілген екен бізде? Қолшатыр, бас киім, көзілдірік, аяқ киім. Екінші жақта қолшатыр, аяқ киім, көзілдірік, бас киім және де бөтелке бар екен. Яғни бұл жиындар бізде тең емес екен. Екінші суретті қарайық. Қасық, тәрелке, шәйнек және кружке. Екінші жақта да дәл солай. Қасық, тәрелке, шәйнек, кружке. Яғни бұл жиын бізде тең жиын. Келесі бізде өшіргіштер берілген екен. Сол жақта 6 өшіргіш, оң жақта 5 өшіргіш. Ендеше бұл жиындар бізде тең емес. Келесі тапсырма. Артық элементтерді сызып, жиындарды теңестір. Кәнеке көрейік. 2 жиынды салыстырып, артық элементті табайық. Бұл жердегі артық элемент не мынау? Яғни енді тең болды. Екінші жиынға қарайық кәнеке. Қандай элемент артық екен? Бұл жерде дөңгелек, яғни шеңбер артық екен. Және соңғы суретке қарайық. Мұнда 3, 6, 7, мұнда 5. Ендеше сол жақтан 2 элемент бізде артық екен. Көрдіңіздер ме? Теңестірдік. Келесі тапсырма. Элементтерді қосып, жиындарды теңестір деп. Енді қарайық. Сол жақта 3 жапырақ, оң жақта 4 жапырақ. Яғни 1 жапырақ жетіспейді екен. Міне мұндай жапырақ мына жерге саламыз. Түсіндіңіздер ме? Сонда бізде 2 жиын тең болады. Екінші суретке қарайық. Сол жақта 5 гүл, оң жақта 3 гүл. Яғни оң жақтағы 2 гүл жетіспейді екен. Қандай гүл екен? 1 гүл жетіспейді екен. Және екінші гүл. Яғни осы 2 гүлдің суретін оң жақтағы жиынға саламыз. Сол кезде ғана біздегі жиындар не істеді? Теңеседі. Келесі тапсырма. Тең жиындарды сызықпен қос. Кәнеке бірге қосайық. 1. Тағы да бар ма, кәнеке оқушылар қарап жіберіңіздер тең жиындар. Және екінші бізде тең жиын. Сонда 2 тең жиын шықты. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды.
Сау болыңыздар.